Сәлеметсіздер ме? Handmade Crochet каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі 1,5-1 жасар жаңағы қыздарға келетін осындай пинеткиді өзі пішіні кішкене балетке аяғына, аяқ киіміне келеді. Тоқып үйренеміз. Алдыңғы сабақтарда мен осына табанын және мына сәндік ретінде қолданатын гүлді тоқып көрсеткенмін. Оның видео ссылкасын мен описанияда қалдырып кетемін. Ол үшін керекті заттар: табан, одан кейін осындай перделгіштер, олар көмек ретінде керек болады, міндетті түрде емес. Бұның орнына қарапайым жіпті де қойсаңыздар болады. Не үшін керек екен кейінірек түсіндірем. Крючок номері 2-де 7. Ал ендеше кеттік. Мынау табанның оң беті, мынау міне теріс беті, өзі байқалынады. Осыны алып, ортасын, дәп ортасындағы жібін бірінші розовый жіптен бір бос ілмек іліп аламыз. Ол, чтобы жіп сөгіліп кетпес үшін. Мына көріп тұрғандарыңыздай, мына жіптің біріншісі емес, мына жоғарғысы ғана алып тоқылып отырады. Себебі мынандай осындай әдемі болып, өрілген болып шығу үшін осылай тек үстіңгі жібі ғана тоқылады. Дәп ортасын біз белгілеп алдық. Жоғарғы жібіне жаңағы розовый жіптен тоқылған бір бос ілмекті кіргіземіз. Және 2 бос ілмек алып, келесіне жартылай бос ілмек аламыз. Мына жіпті арасына кіргізіп тоқып жүрсек, байқалмай қалады. Мына жартылай ілмек дегеніміз, мына жіпті айландырып, үстіндегі бір жіпке кіргізіп, ортасынан шығарып аламыз. Егер де мен тез тоқып, видео түсініксіз болып жатса, жаңағы замедленный неге қойып көрсеңіздер болады. Келесі де дәп осылай үстіңгі жібіне кіреді. Осылай өзгеріссіз соңына дейін 1 ряд және тағы да 2 ряд, сонда 3 ряд тоқылады. Осылай еш өзгеріссіз, ешқандай жалғаусыз 3 ряд тоқылады. Мінекей біз 1, 2, 3 ряд тоқып біттік. Енді келесі рядты қалай тоқитынын көрсетемін. Осы бір-біріне тоққанымызды бір-біріне беттестіріп, бас жағынан дәп ортасын табуымыз керек. Мына ортасы болып келеді, сонымен ортасын аламыз. Мына ортасы осы. Осыны белгілеп алу үшін осындай жіпті қолданамыз. Негізімен жаңа перделгіштерді қолданатын, бірақ сіздерге түсінікті болу үшін осындай жіп кесіп алмын. Біресін белгілеп алдық. Одан кейінгі келесі осы екеуін аламыз.
ортасынан біреу тастап келесісін аламыз. Ортасынан біреу тастап келесісін аламыз. Бұл не үшін керек екенін, бұл қысқарту үшін керек. Қазір тоқылған кезде түсінесіздер. Және мына жағынан да дәп солай. Біреу тастап келесісін аламыз. Біреу тастап келесісін аламыз. Міне көрген жеріңіздей ортасын міне белгілеп алдық. Мына ортасы. Осынан ортасынан кейін мына жағынан 3 болды. Мына жағынан 3. Сонда 3 қысқарту болады. Қазір міне осы жіпті дәп мына қысқартуға дейін міне қысқарту көріп тұрсыздар ма? Міне осыға дейін тоқып аламыз. Жартылай ilmekпен. Соны осы жерге келгеннен кейін қалғанын қалай істейтінін көрсетемін. Төртінші рядтың басын 2 бос ilmek алып, осына емес келесісіне жартылай ilmek алып, екеуін қысқартамыз. Қысқартқан дегеніміз жіпті айландырып, бір рет кіргізіп, екіншісіне тағы алып, 1, 2, 3, 4 жіптен жіпті бір-ақ шығарамыз. Міне қысқарту осылай. Басына бір қысқарту болды. Ал енді келесі осы жіп белгіленіп тұрған жерге дейін жартылай ilmekпен тоқып келеміз да, осы жаққа келген кезде қысқарту басталады. Сол кезде көрсетеміз сіздерге. Мына қысқартуға келіп, жартылай ilmek алғандай, тағы да және біреу алып, мына 4 жіптен бір-ақ шығарамыз. Келесісін жартылай ilmek алып, одан кейінгісі қысқарады. Келесісі қайтадан жартылай ilmek алынып, келесісі қысқарту болады. Енді мына ортасына келіп жеттік. Ортасында жартылай 2 ilmek болады. Көрдіңіздер ме? Мына жіп тұрған жер бір рет қысқарды, екінші рет қысқарды, үшіншісі қысқарту болды. Ал мына ортасындағы жіп бұл шетте әшейін 2 жартылай ilmek болады. Одан кейінгі келесісі қысқарады. Жартылай ilmek тоқылады. Ал келесісі қысқарады. Келесісі жартылай ilmek болады. Ал келесісі қысқарады. Қараңыздар, сонда бізде міне 1 қысқару, 2 қысқару, 3 қысқару, ортасында 2 жартылай ilmek болды, 3 қысқару, үшеу мына жақта болды, 4-ші қысқару, 5-ші және 6-ші қысқару болды. Одан кейін қалғанын осы соңына жеткен кезде
біреуіне жетпей екеуі бір қысқарту болады. Қалғанның барлығы жартылай илмек болып тоқылады. 4-ші рядты аяқтадық. Мына жері міне біреуге жетпей аяқтамай бір қысқару болды. Мына жерде де қысқару болған, естеріңізде болса. 5-ші рядты бос бір ілмек алып, ең біріншісіне тоқымай, келесісіне тағы жай ілмекпен, жартылай ілмек емес, жай ілмекпен біреу алып, келесісі қысқару болады. Тіпті даже біреу алмай, осысын қысқару жасасақ та болады. Ал енді соңына келген кезін жай ілмекпен осы жерге дейін, белгісіз тұрған жерге тоқылады. Тек қысқарған жерден емес, қысқарғаннан алдын бір ілмекке келген кезінде тоқтаңыздар. Өйткені келесі қысқару осыдан басталады. Бұны қысқартқанымыздан бір ілмек жетпей тоқтадым. Енді осыны қысқаруды бастаймыз. Бұда уже жартысына жартылай ілмек қоспай, барлығы қысқару болып кетеді. Келесі де қысқару. Келесі де қысқару. Келесі де қысқару. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Алты қысқару болды. Сонда ақтын санайтын болсақ, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Алты қысқару болды. Қалғандары дәп осылайынан бір жартылай да емес, бірде ілмек емес, әшейін ілмек болып тоқылып кетеді. Тек мына соңына келген кезінде тағы бір қысқару болады. Сонымен 5-ші ряд аяқталады. Одан кейін қалғанын тағы да көрсетем. Соңғы ряд. Мына жерде 5-ші рядта да қысқарту болды. Соңғы рядта бос ілмек алмай, әшейін өрген қысап ілмекпен каждыйына кіргізіп іліп шығамыз. Бұда қысқарту да болмайды. Қысқартуға келген кезінде ғана бастап аяқ жағында қысқарту болмайды, мына жағына келген кезде қысқарту болады. Сол қысқартулар белгіленген жеріне келген кезінде көрсетем, я. Ал пока мынау әшейін ілмек болып, жаңағы кіріп өрген сияқты әшейін кіргізіп, былай
өре бересіздер. Мына қысқартуға дейін. Қысқартуларға келіп тоқтадық. Қысқартуларға келген кезде дәп жаңағыдай жартылай ilmek сияқты алынып, төртеуінен шығады. Біреу міне. Бір қысқарту болды. Екі қысқарту. Үш қысқарту. Және төртінші соңғы қысқарту. Қалғандары өру болып кетеді. Міне бұл қысқартулар осындай бас бармағы жаңағыдай әдемі томпақ болу үшін қысқарттық, иә. Келесі мына жағында өру болып тоқып аяқтаймыз. Міне өріп соңына жеттік. Ал енді мына жіпті шығарып аламыз. Бұны ары қарай өріп ішіне мына жіптерін кіргізіп жіберуге болады. Сұрақтарыңыз болса, мынау өзі бір тоқылып болғаннан кішкене қисайғандай болады. Мұны қолдарыңызбен жөндеп, бас жақтарын көтеріп жіберсеңіздер, мынандай әдемі болып шығады. Сонда міне төртінші рядта біз 1, 2, 3, төртінші рядтан қысқартуды бастадық. Аяқ жағынан да, басынан да. Басынан 6 болды, оның арасында қазір жарты ilmектен болып кірді. Ал 5-ші рядта уже каждыйсы қысқартылып, тоже 6 қысқарту болды. Ал мына 6-шысында тек 4 қысқарту болды, және соңында қысқарту жоқ. 6-шысының 5 пен 4-інде бастапқысында мына жағынан басталған кезінде бір қысқарту, аяқталған кезінде бір қысқарту болып отырды. Енді мына жіптерді алып тастасақ болады. Реттеп жөндеп былай қолдарыңызбен жіберсеңіздер, өзі қалпына түседі. Сіздерге көрініп тұр ма? Осылай ана гүлді тігіп қойсақ сәндік ретінде өте әдемі. Қыздардың балет киіз сияқты болып шығады. Ал мына жіпті осылайынан өріп жіберсек байқалмай кетеді.